Қайырлы күн, құрметті жерлестер, қымбатты әріптестер, келе жатқан жаңа жылдарыңыз құтты болсын. Мықты денсаулық, жаңа жыл табысы мен жақсылығымен келсін. Балаларымызға бақытты балалық шақ тілеймін. Абай облысы білім басқармасының Айгөз ауданы білім бөлімінің 5-ші жалпы білім беретін орта мектебі коммуналдық мемлекеттік мекемесінің 2025-26 оқу жылының бірінші жартылық бойынша атқарылған жұмыстарының есебі. Мектебіміздің өзекті тақырыбы білім мазмұнын жаңарту, білімді, бәсекеге қабілетті, көптілді шәкірт тәрбиелеу, ұстаздардың кәсіби табысқа жетуі. Мақсаты оқу тәрбие үрдісін оқу мен оқытудың жаңа әдіс тәсілдері арқылы жаңғырту. Мектебімізде 2025-26 оқу жылының басталуында мектебім мейірім мекені тақырыбында республикалық сынып сағатымен басталды. Қазіргі таңда мектебімізде 95 ұстаз, оның ішінде педагог зерттеуші 20, педагог сарапшы 32, педагог модератор 22, педагог 21, магистр 7, 45 кіші қызметкер және де мектебіміз жанында оқушыларды кәсіптік бағдарға дайындайтын мектеп жұмыс жасайды. Биыл оқу жылында 987 оқушымен бастадық. Оның 89 оқушысы даярлық сыныбының оқушылары. Жалпы озат оқушы 156, екпінді 373, білім сапасы 64%-ды құрайды. Оның ішінде алтын белгі төсбелгісіне үміткерлер саны 3, үздік аттестатқа үміткерлер саны 3, 9 сыныптар бойынша үздік аттестатқа үміткерлердің саны 13. Оқушыларымыздың 759-ы толық отбасының оқушылары. 7 оқушы қамқорлықсыз қалған жетім балалар. Көп балалы әлеуметтік көмек алатын 171 отбасы, оның ішінде 380 оқушы. Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек алатын оқушылардың анықтамалары жинақталып, жан басына шаққандағы табыс көздері заң талабына сай есептеліп, бүгінгі таңда мектебімізде 464 оқушы ыстық тамақпен қамтамасыз етілген. 2025-2026 оқу жылының жарты жылдығында мектебіміз білім, тәрбие және шығармашылық бағыттарда айтарлықтай жетістіктерге қол жеткізді. Мұғалімдеріміздің кәсіби еңбегінің нәтижесінде білім сапасы артып, мектеп көрсеткіші жоғары деңгейде сақталды. Соның ішінде республикалық, облыстық жетістіктеріміз атап айтсам, Қоңырбаева Әсел Қалиханқызы үздік авторлық бағдарлама сайысында облыстан бірінші орын алып, республика көлемінде мадақтамаға ие болды. Шумаков Ерлан Жақсыбайұлы ұлттық спортқа оқушылардың қызығушылығын арттыра отырып, жүйелі дайындықтың нәтижесінде 2 жыл қатарынан асық ату республикалық чемпионатында оқушылары Жангелді Сабыр, Ертайұлы Нұрислам, Мұратхан Аслан жүлдегерлер атанды. Зерде ғылыми зерттеу жобалары мен шығармашылық жұмыстарының облыстық кезеңінде оқушыларымыз Салихан Алихан, Мәулет Қазы Нұрайша бірінші орын иеленіп, республикаға жолдама алды. Жетекшісі Бұршақбаев Мұхит Еділұлы. Зерде ғылыми зерттеу жобалары мен шығармашылық жұмыстарының облыстық кезеңінде оқушыларымыз Тұрсын Малика бірінші орын иеленіп, республикаға жолдама алды. Жетекшісі Қоңырбаева Әсел Қалиханқызы. Зерде ғылыми зерттеу жобалары мен шығармашылық жұмыстардың облыстық сайысының кезеңінде оқушымыз Серікқазы Аяру жүлделі 2-ші орын иеленді. Жетекшісі Тыныбаева Гүлнар Дәулетбекқызы. Зерде ғылыми зерттеу жобалар мен шығармашылық жұмыстардың облыстық кезеңінде оқушымыз Иныр Нұрали қатысып жүлдегер атанды. Жетекшісі Мұқашева Баян Дәуіркенқызы. 8-11 сынып оқушылар арасында облыстық ғылыми жоба сайысында тарих секциясы бойынша қатысып, Нусупова Инават 2-ші орын иеленді. Жетекшісі Мұхиева Әсемгүл Қалибекқызы. 8-11 сынып оқушылар арасында облыстық ғылыми жоба сайысына математика пәні бойынша қатысып, Абдыкенова Жамбота 3-ші орын иеленді. Жетекшісі Бұршақбаева Самал Нұғманқызы. Облыстық үздік авторлық бағдарлама сайысына бастауыш сынып мұғалімі Сейтжанова Меруерт қатысып, жүлделі 2-ші орын иеленді. Біртұтас тәрбие тарланы облыстық байқауына мектебіміздің тәрбиесінің меңгерушісі Мадымов Жанғали Мырзағалиұлы қатысып, 3-ші орын алып жүлдегер атанды.
облыстық үздік психологиялық педагогикалық қолдау қызметі байқауында мектеп әкімшілігі қатысып, жүлделі 3-ші орынды иеленді. Абай облысы жасөспірімдер арасында арм-рестлинг қоссайыс бойынша чемпионатына оқушымыз Тұрысбек Сержан қатысып, жүлделі 3-ші орын иеленді. Жетекшісі Есенғали Асылжан Есенғалиұлы. Адал ұрпақ ерікті мектеп клубтарының облыстық байқауына мектеп парламент оқушылары қатысып, жүлделі 2-ші орынды иеленді. Облыстық өнерім саған Қазақстан фестиваліне Өміртары Раяна қатысып, 1-ші орынды иеленді. 9-10 сынып оқушыларына арналған жас тарихшылардың менің шағын отаным атты республикалық сайыстың облыстық кезеңіне оқушымыз Мұхамедқали Инабат қатысып, 2-ші орын иеленді. Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің ұйымдастырып, халықаралық дәрежеде өткізілген әлеуметтік педагогтың кәсіби құзыреттігін дамытудың тиімді тәжірибесі атты сайысқа мектептің әлеуметтік педагогі Әділбекова Әйгерім қатысып, жүлделі 3-ші орынға ие болды. Адалдық, адамдық белгісі атты облыстық бейнеролик байқауына Ержан Нұрислам, Қажынұржан қатысып, 1-ші, 2-ші орын иеленді. Жетекшісі Ожанова Айғаным Сымбатқызы. Адалдық, адамдық белгісі облыстық бейнеролик сайысына қатысып, Ғабдығали Інжу жүлделі орынға ие болды. Жетекшісі Жұмағұлова Айгүл Ришатқызы. Сөз өнерінің құдіретті облыстық есте сайысына оқушыларымыз Жеңісова Әлінұр, Тоқсейітова Айша, Қаламбек Жаннұр, Құсманова Аяру, Сәрсенова Кәусар, Нұсыпова Инабат қатысып, 2-ші, 3-ші дәрежелі дипломдармен марапатталды. Жетекшілері Мұқашева Баян Дәуіркенқызы, Қалдыбаева Айгүл Оразғалиқызы, Мұхиева Әсемгүл Қалибекқызы, Мадымов Жанғали Мырзағалиұлы, Рахымжанова Көркем Хасенқызы. Биылғы жарты жылдықта демеушілікпен мектебіміздің әр қабаттары жөндеуден өткізіліп жатыр. 1-ші қабат мектебіміздің зейнеткер ұстаздары, мектебімізді басқарған басшылар, жұмысшыларға арналып қалдырған ізің мәңгілік атты ақпарат тақтасы жасалды. 2-ші ақпарат тақта мектебіміздің дамуына, білім сапасының артуына, шәкірттердің жетістіктерге жетуіне зор үлес қосып жүрген ардагер құрметті ұстаздарға арналып, ұстаз талантты болса, шәкірт талапты болады атты ақпарат тақтасы жасалды. Оқу мен тәртіпке жоғарғы нәтижеге қол жеткізіп, мектептің абыройын арттырып жүрген оқушыларға білім бәйгесінің жүйріктері атты тақырыбында ақпарат тақтасы жасалып ілінді. Мектебімізден түлеп ұшқан түрлі салада абыройлы еңбек етіп жүрген түлектерімізге арналып, өз жолын тапқан әр түлек мектебінің мәңгілік мерейі тақырыбында ақпарат тақта жасалды. Мектебіміздің 2-ші қабаты халқымыздың ұлттық құндылықтарына, салт-дәстүр мен рухани мұрасына насихатталып жасалды. Мақсатымыз ұрпақ санасына ұлттық рух пен отансүйгіштік қасиеттерді дарыту. Дәліздерді безендіру жоспарлы түрде жалғасын табады. Желтоқсан айында Абайдың 180 жылдығына орай пиза тапсырмаларын орындаудың тиімді әдіс тәсілдері тақырыбында жаратылыстану пәндері бойынша аудандық семинар ұйымдастырылды. Мектебіміздің әр ұл-қыздарына сапалы білім мен саналы тәрбие беру біз үшін абыройлы міндет.